Ассалаумалейкум, Авторынок Cars YouTube каналының көрермендері. Бүгін 10 қараша, ноябрь. Авторынок Барс, Алматы, Қаскелең қаласында орналасқан. Мына видеода бүгін мына кроссоверлерді көрсетеміз. Асты биік автокөліктерді көрсетеміз. Каналға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Range Rover спорттан бастап көрсетейік. 2008 жылғы 4.2 автомат, 8 миллион 245 мың жүрілген номері осы. Осындай Range Rover 8 миллион 300. Сүртіп тазалап жатыр автокөлікті. Қасында Land Cruiser Prado Toyota 2007 жылғы 2.7 автомат, 11 миллион 900. Телефон номері осыда. Қатарынан тұр екен, 4 автокөлік, 4-еуінде көрсетейік. Қазір арт жағынан өтіп, арт жағынан көрсетеміз. Volkswagen Touareg 2007 жылғы Touareg 3.6 автомат, 7 миллион 600 бағасы. 176 мың жүрілген осы нөмерде. 8775 қателеспесем 788-88-78. Көп адам телефон номерін дұрыстап көрсет дейді. Видеоны қарап отырып паузаны бассаңыздар, телефон номер көрінеді. Қасында Porsche Cayenne 2007 жылғы Porsche Cayenne 4.8 автомат, 8 миллион бағасы. Осы номерде 180 мың жүрілген. Осындай автокөліктер бар. Мына машиналар салонын қараңыздар. 8 миллион ғана тұрады бағасы. Камрилар 50-кілер 10 миллион деп тұр, 50-ліктер. Білмеймін, енді ақшаң болып, жағдайың болып тұрса осындай Porsche Cayenne алып қойған. Жақсы. Қасында Volkswagen Touareg. Бұл да өте жақсы машина негізі. 7 миллион 600 бағасы. Camry'дан жақсы менің ойымша. Көп адам енді бізде Camry бағалап кеткен қатты. Camry 30-35-кілердің бағасымен бірдей болып тұр, 7 миллион 600. Мына оң қасында жақсы машина негізі. V6 Prado кішкене қымбаттау, 11 миллион 900. Range Rover Sport 8 миллион 300. Осындай. Camry қарай бергенше кішкене кроссовер қараңыздар. Қазір RX-тарды көрсетем. Lexus RX 302 тұр. RX 300 көп. Мынадан бастап көрсетейік, жазылған болса. RX 300 6 миллион 500 дейді. 6 миллион 500. 3 объем автомат. Через банк алсаңыздар да болады дейді. Полноприводный Lexus. Салон, плавы, сиденье. 30-35-кеден жақсы бұл да. Егер Camry алмайым десеңіздер, осындай автокөлік алсаңыз болады. Lexus классан выше Toyotадан. Асты да биік. Toyotадан жаман деп тұрған жоқпын, бірақ салыстырмалы түрде жаман бағасында. Highlander 2005 ба, 2004-2005 3.3 автомат, 8 миллион 600. Осы нөмерде. Жылы 2004-2005 жылғы, бірақ 2012-2013 жылғы Camry 50-ліктермен салыстырғанда бағасы арзан. Арт жағынан тоже көрсетіп жіберейін. Highlander. Бұл да полноприводный Highlander. Есігі жабық тұр екен. Қасында Toyota Prado 2007 жылғы Prado 16 миллион дейді бағасы. Осы нөмерде бағасы қымбаттау екен, 16 миллион.
Қасында RX 330 Lexus 3/3 объемы 2007 жылғы. Родная краска дейді. 10 миллион 200 бағасы. Осы нөмерде 10 миллион 200. Camry 50-лік алғанша осы 330-да алыңыздар. 3/5 екен. Camry'дан 1000 есе жақсы. Менің ойымша. Camry 50 алатын ақшам болса, 50 емес, осы RX-ті алатын едім. Енді көп адам машина түсіріп жүрсің, қандай машина совет бересің деп айтса, осы Camry'ға қарағанда, осы Lexus'тар, Highlander'лар кроссовер ғой, жақсы ғой. Қасында тағы бір Highland тұр. Мынандай ескі номермен. Как минимум 16-17 жыл бір хозяин. Объем 6 миллион 600. Екі мың бір екен. Объем осы нөмерде 6 миллион 600. Android салынған. Есіктер кішкене сығылған. Полировка керек. Қасында Honda CR-V. Екі мың 73.471 жүрген 2.4 автомат 9 миллион 300. Осы нөмерде 9 миллион 300. Қасында RX 300. Бұл 6,5 миллион 2001. Бір хозяин 2007-ден бері. Осы нөмерде через банк болады дейді. Через банк болады дейді. Осындай автокөліктер. Мұнда Kia Sportage ба? Kia тұр екен. Бұл 2010 жылғы 2.4 механика, газ, бензин. Бағасы өкінішке орай жоқ. Ат жөні қандай екен білсеңіздер, айта жүріңіздер. Артына бір өтіп қарап жүрейік. Sorento, газ, бензин, Sportage дедім бе мен. Енді жылы ескілеу кішкене. Механика. Газ, бензин, механика іздеген болсамдар мұны. Бірақ енді бағасы жоқ, қанша уақыттан бері тұрған сияқты, жуылмаған. Chevrolet тұр, трекер ма? Бағасы жоқ. Audi Q7 360 камера деген осы Q7-де көріп едім, ең бірінші машиналардың ішінде. Машина бір досымыздың папасы Q7 алып, ішіне отырып көрген кезде 360 камера дегенді көрген кезде осындай аламыз дегенбіз бәріміз. Қазір любой Қытайдың машинасында 360 камера бар. Toyota RAV4 2008 2.4 бензин 6 миллион 700. Осы нөмерде 2008 жылы 2.4 автомат. 2008 жылғы машинаға салонын көрсетіп жіберейін. Android бәрі қойылған. Европолик. Есіктерінің ауырлығы жақсы енді. Осындай RAV4 бар. Запаскасын қаптауы әдемі. Осындай бағалар кроссоверлердің. Мұнда MPV-ны көрсетіп кетейік. Mazda Tribute па? Tribute екен, MPV дедім. Mazda Tribute, родной краски 3 объем. Осы нөмерде бағасы жоқ. Tribute бағасы қанша? 5,5. Шипованный. Дөңгелектермен зимний. 5 миллион 500. Сындай салон. Трибут бар. Полноприводный 3 объем Mazda. Осындай жігіттер каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Біз бүгін видеолардың ішінде 7 орындық
Альфард, мынау сияқты, анау сияқты Toyota Sienna, тағы да басқа 7 орындық автокөліктерді көрсетем. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, қазақша каналды қолдай отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.